Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін наурыздың 2-сі. Наурыз это март месяц. Наурыздың 2-сі. Сабақтың тақырыбы қошақаным сүйкімді. Милый мой ягненочек. 60-шы бетті ашамыз. Открыть 60 страницу. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Қошақан ягненочек. Қошақан ягненочек. Құлыншақ жеребеночек. Ласкательное слово құлыншақ жеребеночек. Если құлын жеребенок, құлыншақ жеребеночек. Сүйкімді милый. Сүйкімді милый. 60-шы бетте тәуелдік жалғаумен сөздер берілген. Даны притяжательным окончанием слова. Құлыншақ это жеребеночек, а құлыншағым мой жеребеночек. Менің қошақаным мой ягненочек. Менің құлыншағым мой жеребеночек. Сенің қошақаның құлыншағын твой ягненочек, твой жеребеночек. Оның қошақаны, оның құлыншағы. Его ягненочек, его жеребеночек. Құлыншақ. В форме принадлежности к переходит на г. Құлыншағым. Тыңда қайтала оқы. 60-шы бет. Бұл менің қошақаным. Менің қошақаным сүйкімді. Әлбек не дейді? Бұл менің қошақаным. Қошақаным сүйкімді. Это мой ягненочек милый. Құлыншақ жеребеночек, қошақан ягненочек. Тыңда қайталы оқы. 61-ші бет. Менің атам мен апам ауылда тұрады. Мои дедушка с бабушкой живут в деревне. Ауылда менің қошақаным, құлыншағым бар. В деревне есть у меня ягненочек, жеребеночек. Құлыншағымның аты Тайбурыл. Жеребеночка зовут Тайбурыл. Менің қошақаным, құлыншағым сүйкімді. Мои ягненочек, жеребеночек милые. Айтылым бірінші тапсырма. 61-ші бет сұраққа жауап бер. Ауылда кім тұрады? Ауылда атам мен әжем тұрады. Әлбек жазғы демалыста қайда барды? Әлбек жазғы демалыста ауылға барды. Ауылда не бар? Ауылда қошақан мен құлыншақ бар. Қошақан қандай? Қошақан сүйкімді. Құлыншақ қандай? Құлыншақ сүйкімді. Текст был в первом лице от имени Әлбека. Мы спрашивали в третьем лице, задавали вопрос и отвечали в третьем лице. Айтылым екінші тапсырма 61-ші бет. Көп нүктенің орнына қажетті әріптерді қой. Вместо точек, многоточек нужно ставить нужные буквы. Қажетті әріптер, нужные буквы. К, О, Ү. Қошақан, сүйкімді, құлыншақ, әдемі. Қошақан, ягненок, сүйкімді, милый. Құлыншақ, жеребенок, әдемі, красивый. Оқу тапсырмасы 3-ші тапсырма 62-ші бет. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып оқы, жазылым. Письменно напишите, вместо картинок ставить нужные слова. Менің қошақаным бар. Менің қошақаным сүйкімді. Мынау құлыншақ. Это жеребеночек. Менің
құлыншағым бар, ол әдемі. Сонымен балалар, бүгінгі тақырып қошаққаным сүйкімді, милый мой ягненочек аяқталды, сау болыңдар.